сәлеметсіздер ме? Менің есімім Бағлан, 64-темін. Осында келіп жүргеніме уже 3-ші айға кетті. Өте ризамын. Рахмет біздің Алмат серіктерге, что организовали бізді. Үлкен рахмет. Көңіл бұйымыз на целый день. Күшті. Келіңіздер. Біз Алматы ағайдың өзінің студентіміз, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 4-ші курс студентімін. Ағай өзімізге қазақ биінен, классикадан сабақ береді. Ағайдың энергиясы өте мықты. Жаз айларында сабақ болмағандықтан, ағайдың осындай ұйымдастырып жатқан шараларына келіп, таң азанмен көңілімізді көтеріп жүрміз. Барлығы өте керемет. Мен Алматы ағайдың студентімін. Алматы ағай бізге классикадан сабақ береді, қазақ би негіздерінен сабақ береді. Және осындай таңғы жаттығуларға келіп жүрміз, өте күшті. Барлықтарыңызға келуге кеңес беремін. Және осындай мүмкіндіктер үшін Алматы ағайға үлкен рахмет айтамыз. Үлкен кісілер де, әжелер де бәрі келеді. Барлықтарыңызды шақырамыз. Вот я ходила на много-много танцев, но я прихожу сюда танцевать на воздухе, потому что это сразу восполняя все свои гельштаты. То есть и на воздухе занимаюсь, и танцую, то, что я всю жизнь любила, и то, что я от чего получаю колоссальное удовольствие. Я всем желаю, чтобы они вот так же могли получить зарядку и такой же, классный импульс для движения. И вот целый день ты ходишь энергично и раздаешь радость и улыбки всем остальным. Менің атым Серік Тұржанов, жасым 62-де, өзім 85 кило тастадым. Салмағым үлкен болғанда денсаулық болған жоқ. Сондықтан енді жұбайым айтқанда, Секе, енді денсаулықтың жолын табу керек, бұл болмайды. Мен өзім 1 жыл 3 ай жатқамда тұра алмай, белім ауырғам. Негізінде ол бәрі жеңіл шешіледі, денсаулық мәселесі. Біз әдет енгізіп жатырмыз да. Бізге мысалы доғдыр ол Құдай. Адам өзі көмектесе алады, бірақ иммунитет көтеру керек та. Ол 5 әдет қиын емес, бәрі жеңіл. Біріншіден бастап ол ұйқы мәселесі, екіншіден жаттығу, үшіншіден су мәселесі, сапалы тамақ, ой қабілет. Соны орта керек та. Осы концепция, осы денсаулық кепілін енгізгеннен енді көп нәтиже алдық. 800 адам аяққа тұрғыздық, 7 жылдың ішінде жұбайымыз екеуміз. Енді ары қарай мынау би ол өте мықты жаттығу да. Бірінші миға жақсы, екіншіден денеге, үшіншіден адам көңіліне. Маған таңғы жаттығу энергия береді, және де өзімді еркін сезінуге мүмкіндік береді, және де бұл жаттығу мен үшін және болашақта өзіме керек деп ойлаймын. Сондықтан осы жаттығуға қатысып жүрмін. Маған өте ұнайды. Әрқашанда осылай көңілді күйде, көңілді әсерде жүруге тырысамыз. Барлықтарыңызға кеңес береміз. Менің өзімнің жалпы өмірлік ұстанымым көңілді жүру, бақытты жүру, әр нәрседен позитив іздеу. Ол үшін аса қатты бір қиын заттар жасамау керек. Счастье в мелочах дейді ғой. Әрбір кішкентай заттан көңілді зат тауып, бүкіл заттан ләззат алу керек деп ойлаймын. Бұл бағдарлама негізінде қайырлы таң деп аталады. Сондықтан біз таңғы 7:30-да жиналамыз, 7:45-те бастап кетеміз. 1 сағат осылай шұғылданамыз бименен. Сосын соңында демалыс қимылдарын жасаймыз. Орысша айтқанда дыхательная гимнастика деп аталады. Сосын кейін мына жақта бір турниктеріміз бар. Асықпайтын кісілермен барып, анандай аяғымызды созып, денемізді созып, қызғаннан кейін сондай әртүрлі қимылдар жасаймыз. Бұл бағдарламаны негізінде
басында келген кезде мына Серіктің клубына мені шақырды. Сонда келген кезде менен сұрады, мамандығың кім деп мен айттым, мамандығым режиссер хореограф деп едім. Онда би көрсете аласыз ба деп. Біз бірінші күні келдік те, бірінші күні осы магнитофонды алып шығып, әртүрлі музыкаларды қойып, бірден бастап кеттік. Мен мысал үшін келгенде анандай бүгін мына биді қоям деп келмеймін, дайындалып. Өйткені мен 50 жылдан астам осы салада жұмыс істеймін, кәсіби мамамын, сондықтан өзім мамандығым режиссер хореографпын, музыканы қоям да соған байланысты. Мысал үшін дайындығы жоқ кісілердің алар, бәрі көбі пенсияда жүрген адамдар, мына тұрған әйелдердің көпшілігі пенсияда жүрген адамдар. Сондықтан солардың ыңғайына қарап, қарапайым бір қимылдарды, қолды көтеріп деген сияқты, еңкейіп, бүгіліп, алға, артқа жүр деген сияқты қимылдарды ұйымдастырып, музыканың ырғағына байланысты осылай көрсетеміз. Сосын кейін олар кісілердің өздері бір музыканың атын айтады. Мына музыка маған ұнайды, соған қойып бересіз бе деп. Бізде Кемерхан аға деген жаңа жүрді басында, сосын кейін ортасында дем алам деп шығып кетті. Осының өзінің бір талаптары бар, талап емес өтініштері. Мына музыканы қойсаңыз деп, осы таза қазақ музыкасын жақсы көреді. Найзаға жарқылдаған деген бүгін бір музыканы айтты, біз соған қойдық. Сосын кейін ата мен ана Роза Әліғожаның музыкасын жақсы көреді, соларды қоямыз да. Одан кейін ол музыкалардың әрине мәтіні болады, мәтініне байланысты біз ендігі жастар ұқсап секіріп андай-мындай дүниелер жасай бермейміз. Ыңғайына байланысты соны ұйымдастыруға тырысамыз. Здравствуйте. Я очень рада, что в нашем клубе появилась возможность танцевать. Танцевать так здорово, так красиво. Заряжаешься энергией на целый день, бодрости. Ну, в общем, прямо летишь с утра, специально просыпаешься пораньше, чтобы только успеть на эти танцы. Я очень-очень довольна. Мне как раз танцев не хватало. Регулярных танцев. Причем на свежем воздухе это просто фантастика, это феерично. Вот, так что я являюсь ярой поклонницей танцев. И даже свои занятия в другом клубе откорректировала только, чтобы ходить сюда в это время. Ересек кісілердің жартысынан көбі келген жоқ. Өйткені біз алдында айтқанбыз, ана телевидение келеді, келіңдер деп. Содан олар ыңғайсызданды ма, келмей қалды. Әйтпесе көп кісі болатын жерде. Жастардан гөрі ересектер көбірек болады. Олар мысал үшін келген кезде мен бірден оларға айтамын, сіздер билеп кету сіздердің мақсаттарыңыз емес, қимылдап, ең негізгісі дене бұлшықеттеріңізді қимылға келтірсеңіздер, сосын кейін оның бәрін дем алу арқылы жасасаңыздар деп солай келтіремін. Бірақ енді өздеріңіз байқаған шығарсыздар, мен бір музыканы баяу қоямын да, одан кейін біреуін тезірек, келесісін баяу, одан кейін тезірек деген сияқты біраз қимылдатып аламын да, сосын кейін ана дем албасын деп баяу бір қимылдар жасатамын. Сосын тағы соңында бір тезірек қимылдар музыканы қоямын деген сияқты. Енді өзіңізді қарап отырсам, көңілдісіз, таңсыз, жалпы осындай жаттығулар адамға не береді? Біріншіден мен ойлаймын, адам бұл дүниеге келгеннен кейін ол бірінші қимыл болу керек. Мысал үшін мына кісілердің көбі пенсионер адамдар пенсияға шығып үйде жата бергеннен, мысал үшін көріп тұрсыздар ғой, таза ауа, қаншама неше шыршалар, ағаштар бар деген сияқты. Одан кейін олар өздері бірін-бірі таниды, мына клубта танысып жатады, барып өздері шайдарын ішеді, әңгімелеседі. Таңертең мысал үшін олар 5-те тұрады, өздері ерте тұратын кісілер келеді, жеті болмай келетіндер бар. Соған байланысты, мысал үшін, ол таңғы қимыл деп аталады. Соны істеп жүрген, мысал үшін, мына кісілер айтады, біз үйге барамыз, көңіл күйіміз жақсы, әнімізді айтамыз, үйдің ішіндегі жұмыстардың бәрін істеп тастаймыз, еш уақытта шаршамаймыз, бұрынғыдай немерелерімізге, балаларымызға айғайламаймыз. Өйткені олардың бір жасап жүрген қылықтарына қарап өзіміз кейде ана жымиып қараймыз деген сияқты, бұрын ұрсып қарайтын болсақ деген сияқты. Бірден бұл музыкаменен бидің ырғағы адамның көңілін бірден көтереді. Олар оның үстіне 1 сағат заниматься етеді, 60 минут. Біз тура 60 минут заниматься етеміз да, одан кейін жаңа байқадыңыздар, артынан демалу қимылдарын көрсетеміз.
жақсы өмір сүру әр адамның өз қолында. Дегенмен сапалы өмір сүру үшін ең алдымен адамға не керек? Мен ойлаймын, сапалы өмір сүру үшін алдымен адамның ішкі жан дүниесі таза болу керек. Қызғаныштық деген, мақтаншақтық деген, сосын көре алмаушылық деген, мына ақша құмарлық деген, ойын құмарлық деген дүниелердің бәрінен ысырап басты миды ішкі дүниені тазалабаса ең бірінші. Содан кейін әрбір адам, мен ойлаймын, дүниеге келгенде жаман болып келетін адам болмайды. Әрбір адамның бойынан бір жақсы қылық мінез тауып алуға болады. И өзің сондай бір дұрыс адам болатын болсаң, сол адамның сөйлесіп тұрып, сол адамның өзіңе қарсы келіп тұрса да бір жақсы бір жерін тауып алуға тырысу керек. Сонда ол сенің өзіңе ләззат болып табылады. Сосын кейін сапалы, салауатты өмір сүру үшін әр адам өзінің бойын, денесін, ойын, үсті басын бәрін таза ұстау керек деп ойлаймын. Оны таза ұстау үшін әрине қазір көшеде мен келе жатсам 30-40 жастағы жас жігіттерді көрем, ол енді ұлтын айтпай-ақ қояйын. Бірақ қарындары шыққан, толып кеткен, енді мысал үшін өздеріне қарауға болады ғой олар. Тек қана мысал үшін ана мақсат адам өмірге тамақ ішу үшін келмейді ғой. Әрбір адамның өзінің бір алдына қойған мақсаты болу керек. Кішкентай мақсат, одан кейін болашақта үлкен бір мақсат. Сол үлкен мақсатқа жарты адымнан адымдап жүру үшін адам алдымен өзін өте сұлу ұстау керек. Саған қараған адам, мысалы үшін сөйлесіп тұрған кезде, көшеден келген кезде, мысалы үшін автобусқа кірген кезде қарау керек, не деген мынау сондай таза адам, жақсы адам. Ұрыс болып жатқан кезде де сол ұрысты кішкене ыдыратып жіберуге тырысу керек. Сенікі дұрыс, мынанікі бұрыс деген әңгімені қозғамау керек деп ойлаймын. Арнамызға жазылыңыз, лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз, әлеуметтік желілерде репост жасаңыз.